Сәлеметсіздер ме? Дауысым естіліп, өзім көрініп тұрмын ба? Егер дауысым естіліп, өзім көрініп тұрсам, чатқа плюс қоя салсаңыздар. Тамаша. Қош келдіңіздер. Жақсы естіліп көрініп тұр екен. Ендеше біртіндеп бастай берейік. Танысайық. Сіздің есіміңіз кім? Немен айналысасыз? Және осы мастер-классқа қандай мақсатта келдіңіз? Бұл не үшін қажет? Бүгінгі мастер-классымыз барлығымызға да тиімді өту үшін қажет. Өйткені, егер қазір сіздердің кім екендеріңізді білмесем, қандай мақсатта келгендеріңізді білмесем, онда әрі қарай бүкіл мастер-класс бойында сіздерге пайдалы нәрсе бере алмаймын. Нақты сіздерге қажетін бере алмай қалам. Түсінікті ғой, иә? Тамаша, Арай ханым. Қош келдіңіз. Сәуле ханым, бастауыш сынып мұғалімі. Керемет. Бастауыш сынып мұғалімдеріне бүгінгі мастер-класс ерекше пайдалы болады. Қандай мақсатта келгендеріңізді жаза беріңіздер, өздеріңізді таныстырып. Арай ханым, керемет. Ал менің аты жөнім Сәулехан Кәусария Сағадатқызы. Осы Қазақстандағы нөмір 1 икемді дағдыларды дамыту бойынша орталықтың негізін қалаушымын. Икемді дағдылар дегеніміз жылдам оқу, есте сақтау, уақытты басқару деген сияқты қосымша дағдылар. Міне осылар бойынша Қазақстандағы нөмір 1 орталық мүмкін KZ-тің негізін қалаушымын. Керемет, қош келдіңіздер. Екіншіден, жылдам оқу мен есте сақтаудан 4 жылдық тәжірибем бар. 4 жылдық тәжірибені қайдан жинадым? Әрине ең алғашында әр жерден ізденіп бастадым, одан кейін ақылы түрде қазақтардан, орыстардан, ағылшындардан білім алдым. Сонымен қоса, методикаларыма келетін болсам, балаларға арналған 3 күнде 42 әріп жаттау, 7 күнде буындап оқу, 14 күнде сөзбен оқу дейтін методикалардың авторымын. Және ересектерге арналған мына жылдам оқуын дамытатын, жадын жақсартатын 2 методиканың авторы болам. Керемет, Сәуле ханым. Ал енді осыған дейін 1000-нан аса адамға миын қолдануды үйреттім. Жылдам оқу, есте сақтауды үйреттім, яғни. 1 сағатта тіпті 1 оқулық жаттайтын, 1 күнде 3 кітап оқитын, 6 аптада шет тілінің 1 деңгейін меңгеретін оқушылардың ұстазымын. Керемет, иә? Мынау нәтижелер сіздердің миларыңызға сыйып жатыр ма, әлде миларыңыз жарылып жатыр ма? Сабақ басталмай жатып. Мақалаларым мен сұхбаттарым Ұлан, Ақжелкен, Ақиқат газет журналдарында, Адырна, Қазгазета сайттарында шыққан. Одан да бөлек түрлі дерек көздерінде менімен сұхбаттар бар. Бүгінгі мастер-класстан не аласыз? Брейн тренердің кім екенін, осы саланың сізге сәйкес келе ме жоқ па екенін түсінесіз. Брейн тренер болып, брейн тренер болып, айына 300 000 теңгеден аса табыс табудың 7 қадамын аласыз. Тек жаңа мамандық қана алып қоймай, сол салада табысты болуға көмектесетін 21 кеңес алып, 21 қателікпен танысасыз. Керемет, барлықтарыңыздың хаттарыңызды көріп отырмын. Жанар ханым, бастауыш сынып мұғалім екен. Бикешімін дейді. Нұрзия ханым, керемет, қош келдіңіздер. Барлықтарыңызға осы мастер-класс берекелі болсын, пайдалы болсын. Ал енді бұл сабақ кімге арналмаған бірден айтып қояйыншы. Сіздердің де уақыттарыңызды алмайын, өзімнің де жүйкемді құртпайын. Бірінші, құндылығы нәтиже емес, брошюра адамға. Бұл дегеніміз сізге оқушыңызға беретін нәтижеден көрі материалдар маңызды. Яғни, осындай мастер-класстарға маған бір қазір чек-лист беріп қалар, гайд беріп қалар деп сөйтіп келіп отыратын адамдар болса, бұл сізге арналмаған бүгінгі мастер-класс. Бүгінгі мастер-класс өте стратегиялық, яғни болашақта әрбір қадам бойынша
сіз қалай мықты методикаларды меңгеріп, кейін солармен табыс табасыз, соған дейін апарады. Екінші, ақша десе қысымы көтерілетін адамға. Осындай адамдар болса, яғни табыс табуды үйретіп жатса бір адам, не болмаса осындай нәрсені сатып ал деп айтқан кезде қаны басына шабатындар болса, бүгінгі мастер-класс ол адамдарға арналмаған. Өйткені бүгінгі мастер-класста мен сіздерге тек қана жаңа мамандықты қалай алу керектігін емес, сол мамандықпен қалай әрі қарай табыс табу керектігін үйретем. Егер сізге ол қажет болмаса, яғни жалпы осы темаға келген кезде ой деп қалатын болсаңыз, онда бұл мастер-класста отырмаңыз, босқа уақытыңызды құртпаңыз. Келесі, үшінші, бәрін білетін адамға. Мен бәрін білем, балаларды қалай оқыту керектігін білем, жылдам оқуды білем, есте сақтауды білем, маркетингті білем. Егер бәрін білсеңіз, сіз онда не үшін бұл жерде отырсыз, иә? Бәрін білсеңіз, басқа өзіңіздің білетін шаруаларыңызбен айналысыңыз. Келесі, құнсыздандыруға бейім адамға. Кейбір адамдар бар, мында беріліп жатқан білімнің, тәжірибенің, бөлісіліп жатқан құнды ақпараттың құнын түсінбейтін адамдар. Яғни олар үшін бәрі бірдей. Ондай адамдар да бүгінгі мастер-класстан ештеңе ала алмайды. Өйткені бұл адамдардың басында эгосы бар, коронасы бар. Сіздер керемет мұғалімсіздер өздеріңіздің мектептеріңізде. Ал бұл жерде сіздер оқушы екендеріңізді ұмытпаңыздар. Жай ғана бәрін білем дегенді миларыңыздан алып тастап, осы жерде аппақ парақ болып отырыңыздар. Сол кезде бүгінгі мастер-класс сіздерге өте көп білім және рахат береді. Ал енді бұл мастер-класс кімдерге арналған? Білуге құмар адамға, балаларына не оқушыларына мықты нәтиже бергісі келетін адамдарға. Бастауыш сынып мұғалімдері болсын, жоғары сынып мұғалімдері болсын, ата-ана болсын, иә, өмір сапасын жоғарылатқысы келетін адамға. Яғни өзінің 100 мың, 200 мың айлығына көнбей, одан әрі дамығысы келетін, одан әрі көбірек адамға пайдасын тигізгісі келетін адамдар болса, міне бүгінгі мастер-класс сіздерге арналған. Кімге мастер-класс арналған екен, чатқа плюс қалдырайықшы. Міне мастер-класс маған арналған екен деп сөйтіп чатқа плюс қалдырып отырайық. Кімнің шынымен де осы мастер-класстан пайда алатындығын көрейік. Ал енді чатқа жазайықшы, кімде қандай жағдай? Онлайннан табыс табуды неден бастарыңызды білмей жүрсіз бе? 1040 табыс табу бойынша курстарға жазылдыңыз, бірақ әлі нәтиже жоқ па? Жылдам оқудан курстарға қатыстыңыз, бірақ оқушыларыңызға рекордты нәтиже, ал өзіңізге рекордты табыс бере алмай жүрсіз бе? Немесе жылдам оқыту, жады дамыту бойынша біліміңіз бар, оны әрі қарай қалай басқа адамдарға ұсыну керектігін білмей жүрсіз бе? Гүлжанар ханым, ата-ана болсаңыз да, бүгінгі мастер-класс сізге арналады. Уайымдамаңыз, осы жерде отыра беріңіз. Керемет плюстарды көріп отырмын. Арай ханым, Маржан ханым, Рызия ханым, Гүлжанар ханым, Айгүл ханым, Сәуле ханым. Тамаша. Инклюзивті балаларға қалай әріпті танытуға болады? Мен инклюзивті балалармен жұмыс жасап көрмеппін, сондықтан да нақты айта алмаймын, бірақ бүгінгі мастер-класста біз методикаларға да тоқталып өтеміз, сондықтан да асықпай қарап тыңдап отырыңыздар, жақсы ма? Алтынай ханым, Ажар ханым, керемет. Ал енді сіз мәселе неде деп ойлап қалдыңыз? Жаңағыдай. Кімде қандай жағдай деп сұрақ қойдым ғой. Сіз әлі де балаларыңызға мықты методикаларды бере алмай жүргеніңіздің себебі немесе қазір мастер-класста тыңдаңыздар, сосын әрі қарай түсінетін боласыздар, ол сәйкес келе ме жоқ па деген сияқты, жақсы ма? Екінші, сіз мысалы осы біліміңіз бар, қаншама жылдық тәжірибеңіз бар, бірақ соның барлығын басқа адамдарға не істей алмай жүрсіз? Бере алмай жүрсіз. Жарыққа шығара алмай жүрсіз. Міне осының барлығында сіз мәселе психологияда, жасыңызда, сәттіліктің жоқ екендігінде, басқа адамның ширағырақ, әдемірек, байрақ екендігінде деп ойлап қалдыңыз. Кімде осындай жағдай болған? Ой, менің жасым үлкен ғой, жастармен жағаласып нем бар? Сториске шықсам қазір, елдер не ойлап қалады? Ата-аналар, мұғалімдер күлетін болды ғой. Мә, мынау ақшаға құнығып кетті деп айтатын шығар, деген сияқты. Кімде осындай ойлар болған? Жылдам оқу, есте сақтаудан маман болып, немесе жаңа мамандықты меңгеріп Инстаграмға шыққыңыз келеді, бірақ солай қорқасыз.
Кімде бар, қалай бар айта берсеңіздер болады. Өйткені бұл жерде біздің өзіміздің ортамыз, өзіміз білеміз, қандай жағдайлар болады, соларды бірге шешеміз. Енді осы жерде айтқым келетіні, әр адамның А нүктесі әртүрлі. Біреу ауылда мұғалім, біреу мектепте жаңағы гимназияда мұғалім, қалада. Біреу мұғалім емес, ата-ана. Бір кісі үйде отыр. Қосымша табысы жоқ. Ал бір адам айына 500 мың теңге тауып жүр деген сияқты. Мінекей методика бар дайын, бірақ балалардан результат көрмеймін. Ендеше методикаңыз қате деген сөз. Бірақ А нүктесі қандай болса да, егер сіздің Б нүктеңіз нақты болса, оған жететіндей жол табылады ғой, келісесіз бе? Сіздің қазіргі А нүктеңіз қандай, чатқа жаза қойыңызшы? Жай-күй, өнім және табыс бойынша. Яғни қазіргі жай-күйіңіз қандай? Басқа адамдармен біліміңізбен бөлісуге дайын болып тұрсыз ба? Жоқ әлде қорқыныштар көп пе? Өніміңіз қандай? Мысалы, методика жайлы жазып жатырсыздар. Дайын методика бар, нәтиже жоқ. Ендеше методика қате, методика дұрыс емес деген сөз. Өніміңізге көңіліңіз тола ма? Толмай ма? Сіз ол өніміңізді 100% сеніммен сата аласыз ба? Жоқ әлде нәтиже шығара аламын ба деп қорқасыз ба? Табыс бойынша қазір А нүктеңіз қандай? Айына қанша тауып жүрсіз? Чатқа жаза қойыңызшы. Әріпті тез танып, жылдам қалай оқытуға болады? Бүгін осы жайлы сөйлесеміз. Асықпаңыздар, бүгін методикаларды таныстыратын болам. Чатқа жазыңыздаршы, А нүктелеріңіз қандай? Бұл жерде біз мастер-класстың уақытында ақ сіздермен практика жасап жатырмыз, байқап тұрсыздар ма? Яғни сіздермен бірге біз дәл қазір практика жасап, алға қарай жылжуға қажет қадамдарды жасап жатырмыз. Табысым жоқ дейді Нұрзия ханым. Индира ханым 250 мың, керемет. Сізде тіпті А нүктесі табыс жоқ болса да, стипендия алып жүрген студент болсаңыз да, ата-ана болсаңыз да, егер мектеп мұғалімі болсаңыз да, табысыңыз 250 мың, миллион болса да, бүгін сіздерге айтатын құралдар және де кеңестер барлықтарыңызға пайдалы болады. Ал енді қалайтын Б нүктеңіз қандай? Яғни жақсы жай-күй, өнім, табыс бойынша. Мен бағана ғана негізі айттым, жаңағыдай, табыс деген кезде басына қан шабатын адамдар болса, әрі қарай шыдай алмайды. Бірден айтып қояйын. Өйткені, білмеймін, кімнің жақсы жерде тамақ ішкісі келмейді, кімнің өзінің үйінің болғанын қаламайды, кімнің өзінің кредитінің болғанын қаламайды, қалаған еліне саяхаттауды кім қаламайды? Егер қаламасаңыз жарайды. Әріпті тез танып жылдам оқуға. Жақсы. Де баланың ақшасы дейді. Жақсы. Методика мықты, бірақ менің ойымша баланың оқуға қызығушылығы жоқ деп ойлаймын. Скорочтенияны. Енді баланың оқуға қызығушылығын артатындай методика болу керек қой? Арттыратындай. Енді көріңіз өзіңіз, бірақ балаға да байланысты болады, ата-анаға да байланысты болады. Қорқыныш бар, балаларда қызығушылық жоқ. Білесіздер ме, қай уақытта қызығушылық жоғалады? Бұл балада болсын, ересектерде болсын. Егер де нәтиже тез болмаса. Сізге мысалы, брейн тренер болуды үйрететін 1 жылдық программаға жазыл десек, сіз оған жазыласыз ба? Оған келіп үйренесіз бе? Бұл тым ұзақ уақыт деп айтасыз, Дәл сол сияқты қазір балаларға да тез нәтиже қажет. Енді Б нүктеңізді жаза қойыңыз. Қандай Б нүктесіне жеткіңіз келеді? Методика қандай болғанын қалайсыз? Мысалы, баланың қызығушылығын арттыратын. Жай-күйіңіз қандай болғанын қалайсыз? Мысалы, тура бір жанып тұрғанды қалаймын деген сияқты. Табыс бойынша айына қанша табыс тапқыңыз келеді? Қорықпаңыздар, әзірге деген нәрсені айтудың қажеті жоқ. Әзірге 1-2 айда 1-2 миллион жетеді деген сияқты. Жоқ, сіз нені қалайсыз? Сіздер білесіздер ме, генетикаға байланысты дейсіздер. Репетиторлардың барлығына барып, нәтиже шығарылмаған ініме, әріп танымаған ініме, мен 1 сағаттың ішінде 16 әріп жаттаттым. Бауырыма деген.
Яғни ол жерде генетика емес, методика, қайтадан айтам. Айналям. Инклюзивті бала болса, көру керек, байқап көру керек. Қазір мен сіздерге бір қызық методикаларды көрсетем. Соларды қолданатын болсаңыздар, және де байқап көретін болсаңыздар, әрі қарай ол бала алып кете ала ма екен, жоқ па екенін түсінесіздер. Айналям 300 мың тапқым келеді, керемет. Генге де байланысты. Генге көп жаппау керек, мұғалімдер. Егер бала сөйлей алатын болса, ойлана алатын болса, болды. Енді адан быға тез жетудің жолы. Жақсы жай-күй, мықты өнім, сауатты маркетинг және сату. Болды. Егер сіз бір жылап қалған адам болсаңыз, онда өкінішке орай сатылым сізде болмауы мүмкін. Мықты өнім, яғни мықты методика керек сізге. Мысалы, бүкіл Қазақстанды шарлап жүрген біршама методикалар бар, балаларды оқытатын, ересектерді оқытатын. Бірақ та олардан бір сабақта, екі сабақта нәтиже шыға қоймайды. Әдетте бала өзінің даму этабы бойынша біртіндеп 2-3 айда әзер дегенде нәтиже шығарады. Бірақ мұндай өніммен қазір егер сіз нарыққа шығатын болсаңыз, қадаласыз. Өйткені бәрінде бірдей. Көбінде. Бәріне топырақ шашпай-ақ қояйын. Келесі сауатты маркетинг. Сіз егерде менде бір мықты методика бар, болды, осымен алып шығам деп ойлайтын болсаңыз, қателесесіз. Керемет, Әйгерім ханым. Онда бүгінгі мастер-класс сізге өте жақсы пайдалы болады. Сауатты маркетинг, яғни, егер сіз жай ғана менде методика бар деп бала күтіп отыратын болсаңыз, балалар келмейді оған. Келесі сату. Яғни сіз адамдарды қызықтырып әкеліп алдыңыз, одан кейін әрі қарай сіз оларға өзіңіздің өніміңізді ұсынуыңыз керек, дұрыс формада. Сондай жағдайда сізде не болады? Өзіңіз қалаған миллион да болады, 10 миллион да болады, миллиардтар да болады, қажет десеңіз. Қорықпау керек олай айтудан. Енді қазір әрі қарай толығырақ қадам-қадаммен тарқатсақ, 7 қадам шығады екен. Табысты брейн тренер болудың бірінші қадамы нақты мақсат қойып, қорқыныштардан арылу. Жаңа маған қорқыныштарым бар деп жатырсыздар, Міне осыған байланысты айтатыным осы. Көмектесетін құралдар, смарт мақсат қою, одан кейін дилтс пирамидасы арқылы миссияны анықтау, және қорқыныштың бетіне тура қарау. Мысалы, қазір кейбіреулеріңізде, мен қазір брейн тренер мамандығын меңгеретін болсам, онда нәтиже шығара алмай қалам ба? Оқушыға нәтиже шығара алмай қалам ба? Не болмаса, табыс таба алмай қалам ба деген сондай ойлар болуы мүмкін. Өйткені не? Өйткені сіздер басқа түрлі курстарға жазылып, нәтиже шығара алмадыңыздар. Бірақ дейтін, қазір сол қорқынышқа қарап көріңізші. Бір қорқынышты нәрсе бола ма шынымен де? Егер де сіз жаңа мамандықты алам деп, бірақ нәтиже шығара алмай қалсаңыз. Керемет, Индира ханым. Орталығыңызды ашылу бұйырсын. Енді бірінші қадамда кететін қателіктер қандай? Коучсыз миссия мен мақсатты анықтауға тырысу. Мен қосымша мамандық ретінде коучингті де меңгерген болатын. Оқушыларыма, яғни өзім наставникпін, өзім коучпын. Қадам-қадаммен алып жүрем. Және де екінші, қазіргі мақсаттардың миссияға апармауы, миссияны анықтамау. Мен өстіп өзімнің не қалайтынымды анықтап алғанмен де, әрі қарай сол нәрсені бағыт ретінде ұстанбағандықтан бір жыл адасқан адам. Сенесіздер ме? Түрлі мамандықты байқап көрдім. Бірақ та мұғалімдер, сіздер SMM-ді меңгерсеңіздер де, фрилансер болсаңыздар да, бәрібір жүректеріңіз осы мұғалімдік деп соғады. Келісесіздер ме? Мұғалімдік деп, балаларды оқытсам екен, нәтиже шығарсам екен деп тұрасыздар. Кім солай? Қорқыныш болмады. Қорқыныш болмаса тіпті керемет. Қорқыныш болмаса тіпті керемет. Тек алға ғана жүре бересіз. Енді екінші қадам бізде методиканы үйрену. Кімнен үйренген жөн? Практиктан. Практик дейтін, ол өзі балаларды болсын, ересектерді болсын, оқытқан, сөйтіп олардан нәтиже шығарған, тіпті оның оқушылары нәтиже шығарған адамда,
жаңағыдай біреудің курсын алып алып, мысалы орысша материалды алып алып, қазақшаға аударып, одан кейін бұл менің авторлық методикам деп айтатын адамдардан үйренудің қажеті жоқ. Өйткені сіз оқушыларыңызға нәтиже бере алмай жатқандықтан, өзіңізге өзіңіз сенімсізденіп, өзіңіздің өніміңізді ұсына алмай қаласыз. Келісесіз бе? Келесі нәтижеге тез жеткізетін. Өйткені қазіргі 21 ғасырда әрбір адамның құндылығы уақыт. Барлығына уақыт керек, барлығына назар керек. Осы екеуі жетіспейді да. Керемет Әйгерім ханым. Онлайнда мүмкіндіктер өте көп. Офлайнда егер де бір патолог болатын болса, 500 мың миллион деген сияқты, онлайнда патолог жоқ, келісесіздер ме? Әрі қарай екінші қадамның келесі бір кішкентай бөлігі өзіндік ерекшелігі бар маманнан үйрену керек. Яғни методикалары белгілі бір нәтижеге жеткізіп келе жатқан, және де ерекшелігі бар. Өйткені, мысалы, біреуден сіз 10 мыңға методика алдыңыз, біреуден миллионға методика алдыңыз, екеуі бірдей болса, одан сізге пайда қандай? Келісесіз бе? Қазір 1 минут. Иә, мінеки Индира ханым айтып жатыр. Дәл солай ғой? Дәл солай. Біздің мынау өзіміздің табиғатымызды алдағанымыз дұрыс емес. Жүрек не қалайды? Сонымен таңдау керек. Трендпен емес, жүрекпен таңдаңыз деп мен сол үшін айтам. Енді осы екінші қадамда кететін қателіктер қандай? Өз бетіңізше үйреніп, нәтиже шығаруға тырысу. Мысалы, балаларды оқытуға байланысты YouTube'дан, Instagram'нан, Telegram'нан, Google'дан бәрінен ақпарат іздейсіз да? Соның басын құрап бір нәрсе жасауға тырысасыз. Бірақ бұл нәтижеге тез жеткізбейтін нұсқа. Тіпті жетпеуіңіз мүмкін. Өйткені мен 1 жыл бойы жылдам оқуды өз бетімше меңгеремін деп ойладым. Тіпті арзандау курстарға да жазылдым. Бірақ мен минутына 500-ақ сөз оқи алдым. Оқушыларымды да сол деңгейге ғана жеткізе алдым. Сол үшін ішім күйіп, мына адамдар қалай 100 мың сөз оқиды екен ғой деп, тағы да біршама курстарға жазылып, әзер дегенде біреуінен ең қажетін тауып алдым, ойлаңыздаршы. Яғни, өз бетіңізше үйрену қате. Келесі курсты арзан болған сайын жақсы деп таңдау. Әрине, әрбір адам өзінің қалтасына қолжетімді нәрсені алуға тырысады. Бірақ та сіз солай аламын деп келесі жол тағы аласыз, одан кейін тағы аласыз. Арамызда адамдар бар ма? Бір курстан бір курсқа секіріп жүрген. Арзандарын алып алады, бірақ та ешқайсысын соңына дейін жеткізбейді, не нәтиже алмайды. Келесі курс авторының жеткізетін нәтижесіне емес, танымалдылығына қарау. Парақшасы мындай екен, танымал ма екен, жоқ па екен, жаңағы білмеймін, пікірлері көп пе екен, жоқ па екен деген сияқты қарасаңыздар, онда қателесесіздер. Өйткені білесіздер ме? Өйткені танымал адамдар өздерінің маркетингін жақсы жасай алады, иә? Тез арада олар көтеріліп кетеді. Оларда аудитория көп, мұғалімдер сенеді, ал бірақ не болады? Нәтиже аз болады. Яғни, ол адам сізге методиканы бергенмен, өзі нәтижесін әдемі көрсеткенмен, сіз оны әрі қарай алып кете алмай қаласыз. Өйткені нәтиже ұзақ болады. Сіз ойлайсыз да, менде қандай проблема бар? Менде бір нәрсе дұрыс емес шығар. Мен балаларға дұрыс оқыта алмай жатқан шығармын деген сияқты ойлайсыз. Ал шын мәнінде мәселе методикада болады. Енді мен сіздерге ұсынатын, және де қазір таныстыратын 5 методика қандай? Бұлар күнделікті қадамдарға негізделген методикалар. Білесіздер ме? Егер де сіздер балаға болсын, ересек адамға болсын, күнделікті қадам жасатпайтын болсаңыздар, нәтиже төмен болады. Мысалы, үлкендерді жылдам оқыту бойынша мен бір методиканы алдым. Дәл сол методиканы үйреткен мектепте бір лекте ең көп минутына оқыған бала 3000 сөз оқыған екен. Ойлаңыздаршы, 3000 сөз. Ал дәл соған ұқсас методикамен, бірақ та күнделікті қадамдар жүйесін енгізгеннің арқасында мен минутына 100 мың сөз оқытам. 3 минутта бір кітап оқыған, 13 минутта 2 кітап оқыған,
бір күнде 3 кітап оқыған оқушыларым бар. Олардың барлығы нәтижеге күнделікті қадамдар арқылы жетіп жатыр. Ол күнделікті қадамдарды мен өзімнің методикаларымда берем. Яғни, мынау методика бойынша мынадай күнделікті қадамдар жасалу керек. Мынау методика бойынша күнделікті мына жаттығуды балалар жасап отырсын, сондай кезде нәтиже болады деп. Нақты кестесімен берем. Қазір сіздерге осыларды таныстырғым келіп отыр. Бірінші методика 3 күнде 42 әріп жаттау. Оның ішіне 10 сабақ кіреді. Қазір таныстырып жатырмын, е? Артықшылықтары, есте сақтау принциптерін қолдана отырып әріп жаттату. Яғни, егер де сіздер бұрынғыша зубрежкамен А алма, Б банан деп отыратын болсаңыздар, баланың миы ашып, сізді тыңдамай, 2 сабақта бір әріп, 1 сабақта бір әріп жаттап жүресіз. Екінші, үнемі жаттаған әрпін ойда бекіту. Есте сақтаудың принциптерінің бірі, мынау алған ақпаратты үнемі қайталап отыру. Сіз оны өзіңіздің орталығыңызда қайталатсаңыз болады. Немесе ол ата-анасымен қайталаса тіпті жақсы болады. Әрі қарай нәтижелілік 3 күнде 42 әріп жаттау мүмкіндігі бар. Оны 10 күнде оқытсаңыз болады. Жоқ әлде 3 күнде оқытсаңыз да болады. Қазір барлығын айтамын, я мастер-классы соңына қарай жақсылап түсіндіретін боламын. Қалай алуға болады, не алуға болады деген сияқты. Енді, мысалы, мектепте А алма деп оқимыз дедім, я? Оның орнына Аға ұқсайтын басқа бір зат керек та, адам басталатын бір зат керек. Өзінің формасы Аға ұқсас болу керек. Сонда, егер Аға ұқсайтын адам басталатын бір сурет болатын болса, бала сол суретті тез жаттап алады. Соның арқасында ол бала Ағайда деген кезде ағашты іздейді. Түсінікті ма? Бұл методика неден басталды? Мен өзімнің бауырыма сабақ беріп жатқан кезде ол әріптерді жаттай алмай жатты. Мен айттым ғой, басқа репетиторларға барып, нәтиже шығара алмаған тіпті репетиторлар, мынау балаңыз бір түрлі екен деп, менің тәтеме баласын қайтарып жіберген ғой. Сөйтіп, маған келіп, менімен үйренген кезде мен оған о деп айтшы. О, енді о деген кезде біздің ерніміз осылай түртейіп тұрады, оға ұқсайды. Тіпті 5 жастағы балаларға үйретіп жатқан оқушыларым бар. Тіпті мұны өстіген кезде оға ұқсайды деп түсіндірдім ғой. Сөйтіп, анау бауырым маған о қайда деп мен одан сұрасам, ол алады ана жерден оны іздемейді. Мынадай домалаққа ұқсас форманы іздейді, көрдіңіздер ма? Яғни, егер бала визуалды түрде ол сөзге ұқсас не бар екенін білмесе, не нәрсеге ұқсатарын білмесе, оған А алма дегеннен ол мына жерде жазылып тұрған нәрсені есінде сақтай алмайды. Біздің бәріміздің миымыз образбен жақсы сақтайды есте. Визуально жақсы сақтайды. Содан кейін барып, әрі қарай оны біз қайталаймыз. Сонда ол бала ертеңгіні буындап оқығанда да қиналмайды. Өйткені мындай жағдай сіздерде болған ба? Балаларға әріп жаттатасыздар, бірақ буындап оқуға келген кезде ана әріпті танымай тұрады. Жаттатқан сияқты едім ғой деп сөйтіп айтасыз да. Бірақ буындап оқуға келген кезде басын қоса алмай қалады. Өйткені ана әріпті есіне түсіре алмай жатыр. Оның барлығы әріпті қате жаттатқаннан. Екінші методика 7 күнде буындап оқу методикасы. Оның ішіне 12 сабақ кіреді. Мінекей, біраз айтып жатырмын. Әріпті шатастырады балалар, я? Енді бұл методиканың артықшылықтары қандай? Бала буынды автоматты түрде оқитын болады. Ойланып қалмайды, ой, мынау қандай әріп деген сияқты. Келесі, күнделікті әдеттер трекері беріледі. Яғни, буындап оқуға қандай жаттығулар керек, солардың мен тізімін берем, соларды балаға күнделікті жасатасыз, немесе ата-анасына бересіз, жасатқызасыз. Егер ата-анасы баласымен бірге күніне 10 минут отыра алмаса,
онда ата-анасына айтасыз, басқа балалардан нәтижесі төмен болатын үшін ренжімеңіз деп. Болды. Келесі, нәтижелілік. Әріп танитын бала бір сабақта 2 әріпті бір-біріне қосып үйрене алады. 3 сабақта 3 әріпті бір-біріне қосып оқи алатын деңгейге жетеді. Мысалы, ба, га, да деген сияқты буындар кестесін күнде оқуға қажет. Сонда бала буындарды жаттап алады. Сонда ол ертең күні сөзді оқуға келген кезде сол буындарды шатастырмай тез-тез оқитын болады. Келесі 3-ші методика 14 күнде буындап оқудан сөзбен оқуға көшу методикасы. Оның ішіне де 12 сабақ кіреді. Мұның артықшылықтары қандай? Регрессиядан арылуға көмектесетін негізгі 3 жаттығуға екпін саламыз. Регрессия дегеніміз баланың бір буынды немесе әріпті немесе сөзді қайта-қайта оқи беруі. Мысалы, бала деп өстіп оқитын балалар көп қой. Қай баланы тыңдатсақ та, қай бала мысалы дұрыс оқи алмай жатыр, соның барлығында осы проблема бар. Осыны шешуге арналған жаттығуларға біз ұра береміз, соларға айналып соға береміз, сол кезде не болады? Нәтиже болады. Екінші, бұл жерде де күнделікті әдеттер трекері бар. Үшінші, артық жаттығу жоқ. Түсінесіздер ме? Көптеген балаларға арналған методикалар жай ғана мынадай принциппен жасалған. Балаға қызықты болу. Бітті. Балаға қызық болу ол белгілі бір күн, 2 күн болуы мүмкін. Бәлкім курс бойында оған қызықты болатын шығар. Бірақ ол бала нәтиже шығара алмайтын болса, әрбір сабақ сайын оның оқу жылдамдығы бір-ақ сөзге артатын болса, оған әрі қарай қызық бола ма? Әлде оның мотивациясы өшіп қала ма? Кімде осындай оқушылар бар? 1-2 сабақтан кейін сабаққа келгісі келмей, сабақты селқос қарап, тыңдағысы келмей сөйтіп отырады. Келесі, тағы бір артықшылығы, артық жаттығу жоқ. Нейрогимнастика сияқты ақпараттар керек емес та? Терісінен оқу, жанынан оқу, бұрысынан оқу деген сияқты да, керек емес ондай. Неге екенін айтайын ба? Өйткені олар нәтижеге жеткізбейді. Ал бірақ балаларға арналған методикалардың 90%-ында сенсеңіздер де сол, сенбесеңіздер де сол. 90% материал баланы нәтижеге жеткізуге арналмаған. Нейрогимнастика күнде жасау қажет емес. Аптасына 2-3 рет жасаса да жеткілікті. Ол мақсатқа жеткізетін негізгі жаттығу емес та. Содан кейін үйтіп шатаспау керек. Мынау негізгі емес деп ажырата алатын болсаңыз, сонда сіз оқушыңызға нәтиже бересіз. Енді мысалы балаға мәтінді оқытып, оның қатесіне уақытылы кері байланыс берген жөн. Мына жерде сен қате оқып жатырсың. Қайтадан қарашы, қалай дұрыс оқу керек деген сияқты. Мына сөзде сен былай оқыдың, дәл оқып отырған кезінде кері байланыс берсеңіз, балада нәтиже тез болады. 4-ші методика 1 сағатта 1 кітап оқу. Фото оқу методикасы. Ішіне 15 теориялық, 9 практикалық сабақ кіреді. Бұл жерде артықшылығы неде? Тек негізгі жаттығулардан тұратын кітап. 1 сабақта 1000 сөзге дейін оқыту мүмкіндігі бар. Ойлаңыздаршы, минутына 200 сөз оқитын адам келеді, сіздің сабағыңыздан кейін 1000 сөз оқып кетеді. 1000 сөз оқу деген, бұл бір 100 беттік кітапты 1 сағатта оқи алу деген сөз. Керемет қой. Ал енді егерде 9 сабақ, 12 сабақ, 15 сабақ өткізетін болсаңыз, минутына 100 000 сөзге дейін оқыту мүмкіндігіңіз бар. Келесі, күнделікті әдеттер трекері беріледі. Бұл жерде де қазір мен сіздерге оны көрсетем. Сосын жылдам оқудың барлық этаптары қарастырылады. Көптеген мұғалімдер бар болғаны, мынау бір ғана қатарды тез оқумен айналысады. Ал менің оқушыларым бір абзацты 1 секундта, жарты бетті 1 секундта, 1 бетті 1 секундта оқиды. Міне соның алғашқы қадамы мынадай әдеттер трекерімен жұмыс жасау. Бұл әдеттер трекерінің ішінде мынау алғашқы адамдарға арналған минутына 100 сөз, 175 сөз оқитындар мына іс жаттығуды жасау керек. Дауыстап оқу, 5 минут дауыстап жылдам оқу керек. Екінші шульте кестесі, сіздер онымен танысыздар, я? Одан кейін саусақпен оқу, 10 минут зырылдатып тұрып оқу керек, 50%-дан төмен түсінікпен. Мұғалімдер көбінесе жылдам оқу дейді да, бірақ та түсінігі 100% болсын деп айтады. Ол қате.
Алғашқыда бала жылдамдығын арттырады, одан кейін түсінігін арттырады. Негізі мынау инклюзивті бала болсын, басқаша бала болсын, сау бала болсын, басқаша бәрі кім болсын, барлығына мына мидың жұмыс жасау принципі жұмыс жасайды. Түсінесіздер ме? Ми образбен жақсы қабылдайды. Ендеше ол кім болсын, оны қабылдай алу керек. Бірақ оны байқап көру керек. Мен сіздерге айтқандай, мен өтірік айтпаймын. Мен осылай инклюзивті баланы оқыттым, нәтиже шығардым деп. Оқытсам, онда айтар едім. Келесі 5-ші методика жадыңды жаттықтыр методикасы. Ішіне 52 видео сабақ, 9 практикалық сабақ кіреді. Артықшылықтары қазақшаға бейімделген методика. Менің кәдімгі жадыңды жаттықтыр дейтін кітабым бар оның үстіне. Қазақшаға бейімделген деген, қараңыздар. Сіздер орыстардан үйренесіздер, бірақ орыстар сіздерге санды жаттаудың басқаша жолын көрсетеді. Мен қазақ тіліндегі мына дата жаттау бойынша автормын да, өзім шығарған қалай сандап жаттау керектігін. 1 сағатта 60 дата жаттайтын балалар бар, оқушыларым бар. Одан кейін 1 сабақта 5 есе жылдам есте сақтау мүмкіндігі. Яғни менің бір оқушым сабақтан бұрын 25 минутта 10 ағылшын тіліндегі сөзді жаттайды. Сабаққа келіп, дәл сабақтың уақытында 25 минутта 25 сөз жаттайды. Келесі 25 минутта сол оқушым 50 сөз жаттайды. Одан кейінгі 25 минутта 30 бұрыс етістікті 3 қатарымен аудармасымен қоса жаттап алған. Міне есте сақтаудан қандай нәтижеге жеткізуге болады. Келесі әдеттер трекері беріледі. Бұл жерде де күнделікті бала болсын, ересек болсын, миын жаттықтыруға арналған методикалар осының ішіне кіреді. Енді мысал ретінде айтайын, мантар дейтін түркше сөз бар да, сол сөзді саңыраулақ дейтін аудармасымен жаттайық. Мантының үстінде саңыраулақ тұр. Саңыраулақтың үстінде манты тұр деп жаттайсыз. Мына сөз миыңыздан шықпай қояды. Өйткені сіз образды қолдандыңыз. Бізде ең бастысы дұрыс мына образдарды қолдануды үйрету. Мысалы, осы методикаларды үйренген оқушылардың нәтижелерін көрсетейін. Менен әріп жаттау методикасын үйренген Ақерке ханым бұрын балаларға әріп жаттаудан ештеңеден хабар болмап еді. Сөйтіп, 1 сабақта 8 әріпті жаттатты. Көп рахмет сіздерге. Балаларда керемет, оларды оқытқан нәтижеде методикада керемет. Міне, 1 сабақта 8 әріп жаттатты. Оның үстіне маған жақсы результат па деп жазып жүреді ғой. Мен айтам, қатырасыз Ақерке ханым. Әрине жақсы результат. Мен сияқты міндетті түрде 1 сағатта 16 әріп жаттату керек емес қой. Одан кейін Айнұр ханым бұрын басқа мұғалімдерден оқып маған келді. Сөйтіп, балаларды жылдам оқыту бойынша 2 курстан үйреніп келді. Маған келіп 3 үздік методиканы үйренді. Алғашқы 5 оқушысын тапты. Кеше нәтижесімен бөлісті 178.500 теңге тапқан екен. Осы методиканың арқасында. Өзі оның үстіне сенбі жексенбі ғана жұмыс жасайды, ойлаңыздаршы. Сенбі жексенбі ғана, қалған күндері өзінің азаматтық жұмысында істейді. Одан кейін Жанар ханым бұрын сүймейтін жұмысымен айналысып, қиналып жүрді, аудармашы болды, қазға белшетімен батты. Сөйтіп, бұл нүктесі жеке 5 оқушы алды, оның үстіне орталыққа жұмысқа тұрды, офлайн түрде. Өзінің жасы 50-ден асқан. Жанар ханымға айтамда, егер сіз қазір үйренбесеңіз, қазір өзіңіздің мынау жүрегіңіздің қалауы ұстаздықты бастамасаңыз қашан бастайсыз деп. Сөйтіп шешім қабылдаған болатын, өкінген жоқ. Әрі қарай кеттік. Табысты брайн тренер болудың 3-ші қадамы ораторлық өнерді меңгеру. Мысалы, 1, 2, 3, 4 жаттығуын жасаңыз. Бұл жаттығу дегеніміз, сіз бүгін бір тақырыпты аласыз да, сол тақырып бойынша 1 минут сөйлейсіз. Келесі күні 2-ші тақырыпты алып, сол бойынша 2 минут сөйлейсіз. Одан кейінгі күні тағы бір тақырыпты алып, сол бойынша 3 минут сөйлейсіз. Сосын 4 минут деген сияқты. 21 күн бойы күнде осы жаттығу жасайтын болсаңыз, сіздің қиялыңыз дамиды, ораторлық өнеріңіз дамиды. Сосын міндетті түрде дикцияңызды жақсартыңыз. Өйткені, егер сіз анау-мынау деп кейбір дыбыстарды қате айтып, не болмаса мына баланың, ата-ананың немесе өзіңіздің аудиторияңыздағы адамдардың құлағını түрпідетеді деп өстіп сөйлейтін болсаңыз, онда кешіріңіз, кім сізді тыңдайды, иә?
Әрі қарай төртінші қадам контент арқылы оқушы табу. Яғни блогты монетизациялау. Монетизациялау дегеніміз өзімізде бар аудиторияға өзімізде барды ұсынамыз. Яғни міндетті түрде алғашқы кезде жарнамаға ақша жіберудің, сөйтудің қажеті жоқ, команда жинаудың деген сияқты. Жай ғана өзіңіз адамдарды қызықтыру жүйесін үйреніп алыңыз, я? Бір күнге, 3 күнге, 7, 14, 30 күнге жоспар жасап қойыңыз, сосын сол жоспар бойынша жүріп отырыңыз. Міндетті түрде Reels, TikTok қолданыңыз. Қазір бренд тренерлердің арасында Reels, TikTok'ты мықты қолданған мен ғана. TikTok'та қазір бізде 12 000 оқырман бар. Содан бір адам бізге келген, бір дегенде 90 000 теңгеге есте сақтау курсын сатып алды, ойлаңыздаршы. Міне осылай тегін жолдармен ақ клиент табуға болады. Келесі жауыр болған емес, интуитивті прогресс жасаңыз. Интуитивті деген, яғни шынайы өзіңіздің ішіңізден шыққан қызықтыратын стористерді ішіңізден шығарыңызшы. Басқа біреу берген дайын методиканы, дайын бір құрылыммен ғана жүре бермей. Осы жерде қандай қателік жасайсыз? Жалпы мүлде контентпен айналыспайсыз. Маркетинг, прогресс, сату, продюсерлік бойынша бәрі өтетін курстардан өтесіз. Осы кімде осындай жағдай болған? Біреу бір сторис салып жатса, бір оқиғасын айтып жатса, сіз қазір мынау сатылмашат деп отырасыз ғой. Мынау қазір сторителлинг жасап жатыр, қазір маған өзінің курсын қыстырады деп отырасыз. Кімде осындай бар? Кім біліп отырады алдын ала? Не айтылатын, қашан айтылатын деген сияқты. Мұндай қажет емес. Бұлай істемеңіздер. Аудиторияларыңызды босқа қашырып аласыздар. Сосын монетизациялаусыз бірден запускқа көшіп кету. Запуск дегеніміз бұл сіздің барынша көп аудиторияға бір мастер-класс жасап, немесе интенсив жасап, сөйтіп шығуыңыз, таргетке шығуыңызда. Ал мына өзіңіздің аудиторияңызда монетизациялау болады. Енді келесі эксперттік контентті тым көп беру. Тек қана пайдалы ақпарат деп бере беретін болсаңыз, аудиторияңыз қашып кетеді. Өйткені сізден тек қана пайдалы ақпарат емес, шынайы мына өніміңізді сатып алатын адамдар қажет қой сізге. Дұрыс па? Әлде сізге тек қана посттарыңызды оқып, тышқаны отыратын адамдар қажет па? Келесі 5-ші жасандылық. Жасандылық дейтін, сіз аласыз да, мынау стористе сызылып бір өзіңіз әдетте сөйлемейтінде сөйлеп кетесіз да? Өзіңіз әдетте істемейтін нәрселердің бәрін істеп кетесіз. Бұл енді қате. Келесі, осы қадамдардың арқасында менің Ақжүніс дейтін оқушым, ол өзі мектепте оқиды, 9-шы сыныпта, ойлаңыздаршы. Сол жылдам оқумен есте сақтауды меңгеріп, осыдан бұрын табыс таппаған болатын. Менен үйренді да. Сосын бұ нүктесі парақшасында түрін көрсетпесе де, айына 40 000, 50 000 теңге тауып тұр. Айына қосымша 40 000, 50 000 теңге тапсаңыз, сіздің қалтаңыз теспейді ғой. Келесі Шұғыла ханым, студент, бұрын табысы болмаған. Сөйтіп, бұл нүктесі алғашқы эфирінен ақ 8 оқушы курсына жазылады, офлайн жұмысқа орналасады, 300 000-нан аса табысқа шығады, оның үстіне менімен жеке сөйлескенде тіпті 500 000 табыс тауып жатқан айтқан болатын. Әсел ханым мұғалім, бұрын методикалар нәтижелі болмай, айына 100 000, 200 000 теңге тауып жүрді. Сосын менің методикаларымды үйреніп, оның үстіне кішкене де болсын парақшасын жүргізе бастаған соң, чегін көтеріп, оның үстіне 450 000, 550 000 теңге табысқа шықты. Офлайн мектебі бар. Тағы бір оқушым бар, бұл презентацияға сыймай қалды. Айман дейтін оқушым, бастауыш сыныптар мұғалімі, өзі мектепте жұмыс жасайды. Айлығы 180 000 теңге болған, оның үстіне айлығының үстіне осы айда 280 000 теңге тауыпты. Осы кеше ғана маған жазып жіберді. Енді табысты брайн тренер болудың 5-ші қадамы жүйелі маркетинг арқылы клиент табу. Қалай болып жатыр ақпарат? Аудитория бір кері байланыс беріп жіберіңіздерші. От болып жатыр ма? Бұл жерде не істейсіз? Бұл жерде парақшаңызға упаковка жасайсыз, кім екендігіңізді, немен айналысатыныңызды, қандай материалдарыңыз бар екендігін шығарасыз. Одан кейін екінші воронка таңдайсыз. Рахмет Айгерім ханым. Воронка дейтін бұл жерде онлайннан клиент табу жолдарын табасыз да, іздейсіз. Одан кейін үшінші таргеттен ақшаңызды аямаңыз. Таргетке ақша салған сайын ол сізге ақша алып келіп тұрса болғаны. Кері байланыстарыңыз үшін рахмет.
Енді осы қадамда қандай қателік жасайсыз? Бір ғана воронкамен жүре бересіз, айналдырып сонымен ғана. Одан кейін қателіктерге мүлде анализ жасамайсыз. Яғни, мына жерде мен мына нәрсені дұрыс істемедім. Мына жерде мен клиентке дұрыс жарнама жасамадым деп ойланбайсыз да. Сіз таргетті бір күн жібересіз, 3000 теңге оған саласыз, сөйтіп, ой, таргет жұмыс жасамайды екен деп жаба саласыз. Дұрыс емес ол. Менің 80% оқушыларым осы таргет жарнамасынан келген. Әрі қарай алғашқы этаптардан ақ бәрін сауатсыз жасау. Яғни клиентті қызықтырып, өзіңіздің өніміңізге әкелудің жолын қате таңдайтын болсаңыз, немесе жарнамаңыз қате кететін болса, онда сіздің бүкіл маркетингіңіз құрыды деген сөз. 6-шы қадам сату. Сатуда теоретиктерден емес, міндетті түрде практиктардан білім алыңыздар, Құдай үшін. Өйткені қазір Коронапро анау мынау деп неше түрлі шығарып тастаған мамандар көп. Олардың өздеріне менің ешқандай претензиям жоқ. Бірақ та ондай курстардан өтетін болсаңыздар, сіздер сатуды терең түрде меңгермейсіздер. Және де қай өнім болса да оны қалай сату керектігін сол салада жұмыс жасап жүрген адамдар біледі. Мысалы, мен жылдам оқуды, есте сақтауды үйретіп курс сатып келе жатқаныма 2 жыл болды. Мен білемін. Менің командам біледі. Бірақ басқа бір адам сізге қалай сату керектігін үйрететін болса, сізге жай ғана сатудың 5 этабы бар, осы 5-еумен сат дейді. Бітті. Тағы қадалдыңыз. Одан кейін сатудың 2, 5, 12 қадамдық жүйелерін қолданыңыз. 100 отказ алыңыз. 100 отказ алмай, сата алмаймын деп айтпаңыз. 6-шы этапта жиі кететін қателіктер қандай? Теоретиктерден білім алу, перепродажа курсын оқып, экспертпін деу, сату маманын үйретпей, қалай сату керектігін үйретпей, оның сатқанын күтіп бетіне қарап отыр. Сен мамансың ғой, сатшы деп. Жоқ, олай емес. Егер де сіздің командаңызға келген сату маманы сізге сенбесе, онда сіздің өніміңіз сата алмайды. Вау, Әйгерім ханым, өте керемет, өте қуаныштымын. Пайдалы болып жатқанына қуаныштымын. Әрі қарай 4-ші тек маркетингпен алып шығамын деп ойлау. Егер сіз жай ғана адамдардың бәрін жинап алсаңыз, мысалы ше, далада дейік, далада 500 адам жиналып тұр сіздің алдыңызда. Сіздің қолыңызда бір зат бар, сатайын деп жатқан. Бірақ сіз ана жерде деп тұратын болсаңыз, сіз қалай сонда оларға сатасыз, Яғни бұл жерде не? Бұл жерде сіздің назар аударуыңыз бір бөлек, ол маркетинг деп аталады. Әрі қарай сол аударылған назарға өзіңіздің өніміңізді ұсыну бір бөлек. Ол бізде сату деп аталады. Әрі қарай скриптсіз сату. Яғни қалай болса солай. Бір кезде настроениеңіз бар, ақша бар, бір кезде настроениеңіз жоқ, ақша жоқ деген сияқты. Олай дұрыс емес. Келесі, табысты брайн тренер болудың 7-ші қадамы командамен масштабқа шығу. Егер сіз өзіңіз тағат етіп, күндіз-түні офлайн жұмыс жасай беретін болсаңыз, қасыңызға мұғалім алмай, не болмаса онлайнда стористі де өзіңіз жасайсыз, мастер-классты да өзіңіз жасайсыз, дизайнды да өзіңіз жасайсыз, сайтты да өзіңіз жасайсыз, сататын да өзіңіз. Осылай болатын болса, сіз тез арада выгоранияға ұшырайсыз. Менде осы 1-2 ай бұрын выгорание болған, содан соң командамен жұмысты бастадым, выгораниям азайды. Енді бұл қадамда не істейміз? Іздейміз біріншіден. Вакансиялар саламыз. Екінші, таңдауда мұқият боламыз. Егер бір нәрсе ұнамай тұрса, бір адам кеп тұрса сізге, бірақ оның бір жұмысы, бір сөзі, бір қимылы ұнамаса, онымен жұмыс жасамаңыз. Өйткені егер сіздің командаңызға жай ғана сізден алам деп келген адамдар келсе, сізге берем деп келген адамдар болмаса, онда сіз тез арада минусқа кетесіз. Келесі, нақты тапсырма беру керек. Мынау сайттың мына жерінде былай жаса деп сөйтіп айту керек та. Келесі 7-ші этапта кететін қателіктер қандай? Пассив адам көп алу. Пассив деген кім? Пассив деген сіздің жай ғана ақшаңызды алатын, бірақ сізге табыс алып келмейтін адам. Мысалы, алғашқы кезде сізге қасыңызға мұғалім алу қажет емес. Өйткені сіздің айлығыңыз, мысалы, миллион емес та. Не болмаса, алғашқы кезде сізге бір дизайнерді тұрақты жұмысқа алып алған дұрыс емес. Ондай жағдайда сіздің беретін ақладыңыз көбейіп кетеді, яғни төлейтін ақшаңыз көбейіп кетеді, бірақ сізге
үстінен келіп жатқан ақша жоқ. Бірінші кезекте сіздің қасыңызда таргетолог болу керек, сату маманы болу керек. Жаттап алыңыз. Келесі лидер емес, бос болу. Бос болу деген болды деп, қырам жоям деп, барлық адамға тек қана анан істе, мынан істе, бүйт сөйт деп отыратын болсаңыз, сіздің командаңыздың бәрі қашып кетеді. Өйткені ешкімге ондай бастық қажет емес. Қазіргі адамдар еркіндікті жақсы көреді. Сіз командаңызға барынша еркіндік беретін болсаңыз, оның үстіне бір жағынан қатал да бола алатын болсаңыз, және оларды өзіңіздің артыңыздан ерте алатын болсаңыз, міне сондай жағдайда сіз үнемі неде боласыз? Сұраныста боласыз. Сіз үнемі сатылымда боласыз. Келесі командадан ақша мен энергия аяу. Түсінікті деп ойлаймын, иә? Осы қадамдарды жасаған, осыған дейін мен өзімнің оқушыларымды 4 қадаммен үйреткем. Қазір мен енді 7 қадаммен үйретіп жатырмын. Осы қадамдарды мен өзім жасадым. Өзіме өзім келістім. Бұрын жылдам оқудан курсымды 990 теңгеге сатып, мүлде оқушыларыма нәтиже шығара алмадым. Өз оқу жылдамдығы 1000 курсқа жазылсам да 500 сөзден аспаған. Өзімнің кішкентай ғана блогымда тығылып отыратынмын, жанама ештеңе жібермейше. Репетитор болып сағатына 1000 теңге алатынмын. Барып келетін жолым бар, сонда бір сағатым менің 200 теңге шығатын. Барлық жұмысты өзім жасап жүрдім. Ал қазір бір өнімге бір запусктан кемі 700 000 миллион теңге табыс табатын маманмын. Бізде бірнеше өнім бар. Жылдам оқу, есте сақтау, тренерлерді дайындау деген сияқты. Бір сағатта бір кітап оқып, есте сақтай аламын. Оқушыларымды да сол нәтижеге жеткізе аламын. Орталықтың инстаграмын ашып, 4 айда живой 3000 оқырман жинадық. 4 айда ойлаңыздаршы. Ал TikTokта 12 000 оқырманымыз бар. Бір сағаттық консультациям 50 000 теңге. Бұрын 1000 теңге ғана болатын. Қазір 50 000 теңге. Ол бұрын деген 2 жыл бұрынғы менің анық күтем. Және командамда қазір 30 адам жұмыс жасауда. Яғни 30 адамның тіршілігіне, өмір сүруіне қажет қаржыны әкеліп отырған компаниямыз. Енді осы мен 2 жылда методика мен маркетинг бойынша жіберген қателерді жасамай, бірден тек брайн тренерлік саласында жұмыс істейтін құралдарды алып, нәтижеге менімен қоса 5 есе тежеткіңіз келе ме? Я болса чатқа жазайық. Командаңызға қосылғым келіп жатыр дейді. Керемет Әйгерім ханым. Бізде ондай мүмкіндіктер бар. Әрине, я дейді, керемет. Келесі сұрақ. Тек теориялық білім алмай, мықты практик, оратор, маркетолог, сату мамандарынан тікелей білім алып, дағды қалыптастырғыңыз келе ме? Яғни, мына мықты методикаларды үйрену де, одан кейін әрі қарай оларды ұсыну да дағды да. Егер де сіз дағды қалыптастырмасаңыз, егер сізге бұлай түсінікті болмаса, Инстаграмды жүргізу сату деген, онда сіз қиналасыз. Әрі қарай мықты өнім мен мықты маркетингті қосып, айына 300 000 теңгеден аса табыс табатын брайн тренер болғыңыз келе ме? Кім шынымен де осының өзінікі екендігін түсінді. Шынымен де мен методикаларымды жаңартқым келеді, балаларға білім бергім келеді, мынаншама білімді бөліспеуге болмайды ғой деп отырған адамдар бар ма? Сосын бәлкім кейбіреулеріңізде күмән бар шығар. Балаларды оқытсам, мен сияқты оқытатын адамдар көп қой деген сияқты ше. Ондай ой болмасын, не екен айтайын ба? Егер сіз курсыңыз 20 000 теңге болатын болса, оны 50 адамға сатсаңыз бір айда, онсыз да миллион табасыз. 50 адам. Ал сіз білесіз бе, бүкіл Қазақстанда 3,3 миллион оқушы бар. 618 000 студент бар. 368 000-дай ма, енді шатасуы мүмкін кішкене, мұғалімдер бар. 1,4 миллион кәсіпкер бар. Осының бәріне сіз қажетсіз. Сіз осында отырған адам, осында отырған мұғалім.
Керемет, тура жанып отырсыз ғой, рахаттанып отырмын ше. Мінекей, ендеше сіз далада қалмайсыз. Осы мен сіздерге айтқан 4 миллион адамның арасында сізге 50 адам табылмай ма сонда? Табылады. Артығымен табылады. Сол үшін ғой мен жалғыз өзім бәрін үйретіп үлгермеймін деп, одан да бірге бір орталық сияқты. Егер өздеріңіздің орталықтарыңызды ашсаңыздар, біздің филиал сияқты ашылсаңыздар, бір-бірімізге қолдау көрсетіп, бір-бірімізге оқушыларымызды жіберіп, оқытып, тәжірибе алмасып, орталық құрып, сондай жұмыс жасағым келеді. Сондай деңгейде болған қалаймын. Бір-бірімізге конкурент емес, бір-біріміздің досымыз болғанымызды қалаймын. Сіздің табысты тренер болуыңызға біздің көмектесіп, кепілді түрде нәтижеге жеткізгенімізді қалайсыз ба? Онда наставничество форматында өтетін табысты брайн тренер курсым сізге арналады. Міне нақты сізге егер жаңағы 4 сұрақтың жауабы я болса, онда болды. Мұғалімдер, дайынсыздар ма? Дайынсыздар ма программамен танысуға? Бүкіл Қазақстанда мұндай программа жоқ. Я дейді. Керемет. Менің сіздерге көмегім осы брайн тренер бағдарламасы. Бүгін оның үстіне сіздерге ең керемет ұсынысты айтайын деп отырмын. Одан кейін бұл ұсыныс қайталанбайды. Бүгін мастер-класста алғандар алды, ертең қалған төлемін толықтырса болады, одан кейін біз бағасын өсіреміз. Әрине дайынбыз дейді. Ой, қалай күшті. Ендеше кеттік. Табысты брайн тренер бағдарламасы. Бірінші аптада біз балаларды жылдам оқытуды үйренеміз. Оның ішіне мақсат қою, жоспар жасау, психология, бастаудан қорықпау, балаларға әріп жаттату, балаларды жылдам оқыту, 0 аудитория мен 0 теңгемен оқушы іздеудің 5 жолы кіреді. Бірінші модульдің ішіне. Осы 5 жолдың арқасында Айнұр дейтін оқушым 5 оқушысын тапқан. Бірінші аптаның нәтижесінде 3 күнде 42 әріп жаттата аласыз. 21 күнде әріп танитын баланы сөзбен оқуға көшіре аласыз. 0 аудиториямен, 0 теңгемен бірінші оқушыңызды табасыз. Керемет па? Бірінші аптаның өзінде сізде қаржылық нәтижелер пайда бола бастайды дегенсіз. Курстың аяқталуын күтудің қажеті жоқ. Екінші аптада ересектердің интеллектін дамытуды үйренесіз. Яғни, үлкендерді жылдам оқыту, үлкендердің жадын дамыту, репетиторлық сайттар арқылы сағатына 10 000 теңге алатын репетитор болудың 5 қадамы және жеке сабағыңызға сторис арқылы оқушы табудың 3 күндік жоспары. Осының барлығы бір ғана екінші модульдің ішінде. Бұл модульдің арқасында сіз бір сабақта оқу жылдамдығын 2 есе, 3 аптада 100 есе арттыра аласыз. Мына рекордты нәтижелер өзін өзі сатады да, білесіздер ма? Менің маркетингті қолға алғаныма көп болған жоқ. Ал бірақ менің өнімім мықты болғаннан кейін, мен ай сайын миллионды өзімнің парақшамнан ақ тауып отырдым, сенесіздер ме? Жай ғана парақшама нәтижелерді жариялап отырып қана. Яғни миллион табу деген ол қиын деп ойлап қалмаңыздар. Әрі қарай ересектерді бір сабақта бұрынғыдан 2 есе, 3 сабақта 5 есе жылдам және ұзақ есте сақтата аласыз. Қазір есте сақтауда бәрінде проблема бар ғой. Мойындаңыздаршы, сіздер де кейбір кезде өздеріңіздің қай затты қайда қалдырғандарыңызды, қай сабақта қандай нәрсе айтуларыңыз керектігін ұмытып қаласыздар. Жаңа ақпаратты есте сақтамақ түгілі. Бір өлең жаттайын десеңіздер, Алланың 99 есімін жаттайын десеңіздер, бір шет тілін меңгере қояйын десеңіздер, есте сақтау қабілеті жоқ. Әрі қарай репетиторлық сайттан 2 сторис арқылы 2 оқушы табасыз. Күшті ма? Сонда 2 аптада сіздің 5 оқушыңыз бар, 5 методикаңыз бар. 5 методика, 5 оқушы. Мүмкін ба? Қалай ойлайсыздар? Бір методикаңызға бір ғана оқушыдан жинайсыз. Керемет. 3-ші апта ораторлық өнер және қызықтыратын сторис түсіру. Кейде ойлаймын да, осы
Не себепті дәл мен сияқты методиканы білетін адамдар бірақ әлі жарқырап шыға алмай жатыр деген сияқты. Сондай айырмашылықты түсінемін. Ораторлық өнерде қызықтыратын сторис немесе қызықтыратын мынадай мастер-класстар өткізе алмайтындығында. Яғни олар алады да сөйлеген кезде дұрыс сөйлемегендіктен бірден клиентін жоғалтып алады. Жаздың күні мен ораторлық өнерді үйреніп жатқан уақытта мастер-класстар өткізетінмін. Ол кезде өзімнің аудиторияма ақылы мастер-класстар өткізгем. Сөйтіп мастер-классқа 8 адам тіркеледі, 5 адам сабаққа кіреді, оның 4-еуі менің курсымды сатып алады. Ол кезде курсының бағасы 27 мыңнан жоғары. Бітті. Бұл ораторлық өнердің жасаған нәрсесі. Мен басқа ештеңе істеген жоқпын. Енді сонымен қоса дикция қою, ел алдында сөйлеуден қысылмау, қызықтыратын сторис жүргізу, 1 күндік, 3 күндік, 7 күндік, 14 күндік, тіпті 30 күндік жоспарлата аласыздар. Соның арқасында қиналмай сторис сала бастайсыздар. 3-ші аптаның нәтижесінде дикцияңызды қалыптастырып, ораторлық өнерді меңгересіз. Стористі қалай жүргізу керегін білесіз, қорықпай жүргізесіз. Және алғашқы онлайн, офлайн тобыңызға жазылым ашып, 5 оқушы жинайсыз. Алғашқы тобыңызға оқушы, иә? Енді 4-ші апта бізде монетизациялау, яғни контент маркетинг. Бұл жерде сіз парақша упаковкасын жасап, сататын пост, сататын эфир, сататын сторис жасауды үйренесіз. Өзіңіздің аудиторияңызға. Керемет пе? 4-ші аптаның нәтижесінде алғашқы 9 постыңыз саласыз парақшаңызға. 7 күндік прогревтен соң сататын эфиріңізді жасайсыз. Осы эфирдің арқасында менің бір оқушым, айттым ғой сіздерге бағана, 10 адам эфирге келген, соның 8-іне сатылым жасаған. Одан соң алғашқы онлайн, офлайн тобыңызға 10 оқушы жинап боласыз. 4 аптада сонда сіз 5 оқушы таптыңыз, сосын 10 оқушы тобыңызға жинадыңыз. 15 оқушы. Әр қарай 5-ші апта маркетинг және сату. Бұл жерде сіз Brain тренерлерге жұмыс жасайтын 5 воронкамен танысасыз. Воронка дегеніміз клиентті өзіңіздің өніміңізге қызықтырып әкелу жолы. Одан кейін мастер-класс воронкасын өтесіз. Өнім матрицасын жасайсыз, яғни қандай өнімдер сізде болу керек деген сияқты. Мини-лендинг жасап өзіңізге соған таргет жібере аласыз. Сату психологиясын өтесіз. Сатудың 5 қадамы мен 10 фишкасымен танысасыз. Осы 5-ші аптаның нәтижесінде білесіз бе? Воронка таңдап, запускать етіп, келген клиенттерге, я таргеттен келген клиенттерге өзіңіздің өніміңізді сатасыз. Соның арқасында таргеттен алғашқы клиентіңізді табасыз. Енді 6-ші апта запуск плюс масштаб. Яғни сіз алғашқы кішігірім командаңызды жинайсыз. 6-ші апта, елестетіңізші, 6 апта. 6-ші аптада сіз өзіңіздің командаңызды жинап жатырсыз. Онсыздар 15 оқушы жинап тастағансыз, ол 15 оқушыңыздың ақшасына сіз ары қарай команда жинап, таргетке ақша жұмсап, фотосессияға ақша жұмсадыңыз, енді сізде команда болады. Сосын ред, рассрочка, кредит арқылы төлем қабылдай аласыз. Таңдалған воронканы шыңдайсыз ары қарай, сөйтіп өз онлайн, офлайн мектебіңізді ашасыз. Бұл модульдің арқасында алғашқы командаңыз құрасыз, немесе қасыңызға продюсер алсаңыз болады, я, маркетолог алсаңыз болады, өзіңізге қиындау болса, я. Әрі қарай бөліп төлеуді қосып сатылымыңызды арттырасыз, өйткені бөліп төлеу шамамен көбінесе курстардың 80%, 70% бөліп төлеумен алынады. Әрі қарай онлайн, офлайн мектебіңізді ашып, курсыңыздың 2-ші легіне 20 адам жинайсыз. Бірінші легі бізде болды ғой, я. 4 аптаның ішінде біз 1 легі аштық, одан кейін 6 аптаның ішінде 2-ші лег ашамыз. Яғни, ақша дейтін, табыс дейтін, ол әйтеуір бір кезде болатын нәрсе емес. Ол дәл қазір болады, немесе болмайды. Бітті. Түсініп тұрсыздар ма? Сол себепті де дәл қазір қадам жасауыңыз керек. Дәл қазір үйренуіңіз керек, қалай табыс табу керектігін. Ал енді курс қалай жүреді? Бізде платформада теориялық сабақтар болады, яғни ең негізгі дейтін нәрселерді біз сол жаққа салып қойғанбыз. Әрі қарай аптасына 3 практикалық сабақ болады. Яғни мен немесе шақырылған эксперт болса да мен қасында отырамын, сонымен зумға шығамыз. Сол зумда ұзақтығы 2 сағат, не үшін? Өйткені біз дәл сол зумның уақытында лекция оқымаймыз.
дәл сол зумның уақытында сізге қажет әрекеттерді жасатамыз. Оратор болса сізге артикуляциялық жаттығулар жасатуы мүмкін. Мен болсам дәл сізге дәл сабақтың уақытында өзіңіздің қасыңызға оқушы отырғызып қойып, методиканы байқауға тапсырма беремін. Маркетолог болса, дәл қазір мысалы таргетолог болатын болса, дәл қазір осындай кнопканы бас, одан кейін өстіп жүргіз деп сізге дәл сабақтың уақытында таргет жүргізеді. Түсіндіңіз ба? Практикалық сабақ деген осы. Өтірік келіп алып, ал енді қандай сұрақтарыңыз бар деп отыратын нәрсе емес. Практика. Содан соң бізде тапсырма плюс отчет беру бар. Практикалық сабақтан соң өзіңізге қажет жоспар алып шығасыз. Сол жоспар бойынша сіз өзіңізге күнде кешке отчет бересіз. Біздің чатқа күнде кешке мен бүгін табысты брейн тренер болу үшін не істедім деген сұрақтың жауабын жіберуіңіз керек. Сонда барып сіз не істейсіз? Міне, егер 80% күнде отчет тұратын болса, барып сіз сертификат ала аласыз. Қазір мен сіздерге сертификат не үшін қажеттігін айтам. Одан кейін 5 методика бойынша кемі 3 сабақтан видеоға түсіріп өткізесіз бізге. Сонда 15 видео сабақ өткізуіңіз керек. Не үшін? Өйткені біз сізде сенімді болуымыз керек. Сізге ертеңгі күні оқушы тауып береміз да, өйткені біз. Білесіз ба қалай? Маған осы алдың күні ғана 2 ата-ана бір дегенде хабарласады ғой. Сіздің оқушыларыңыз бар ма осындай жылдам оқудан бастауыш сыныптарды оқытатын деген сияқты? Офлайн оқытып едік, нәтиже болмады деген сияқты жазады да маған. Офлайн бар ма, не болмаса? Жеке оқытатын бар ма деп сөйтіп сұрайды. Сол адамдарды міне отчет тапсырғандарға видео сабақтарын жібергендерге жібереміз. Өйткені бізге де не керек? Репутация керек. Бізге сеніп келіп отырғаннан кейін сіздерге де сенетіндей болу керек та. Мен арқылы, мысалы, мен оқушыларыма жібергеннен кейін клиент тауып жатқан мұғалімдер жеткілікті. Сонымен қоса теориялық сабақтарға түсінік жазасыз. Түсінік жазу деген бұл жерде видео сабақты көріп болған соң не түсінгеніңізді жазуыңыз керек. Әйтпесе не болады? Әйтпесе сіз сертификат алмайсыз. Ал сертификат алмасаңыз, онда сіз жарайды өзіңіздің айналаңыздағы адамдарды оқыта алатын шығарсыз. Ал бірақ та сіз біздің филиалымыз ретінде ашыла алмайсыз, біздің командамызда жұмыс жасай алмайсыз, біздің негізгі сертификатталған брейн тренерлер қатарынан қосыла алмайсыз. Енді біздің табысты брейн тренер курсымыздың 10 артықшылығы қандай? Бірінші, тек методика алмайсыз, сол методикамен білім алатын клиент аласыз, табасыз. Клиент табу деген не, соны мен сіздерге түсіндірейінші. Қайта табыс деп айтып кетті деп ренжімеңіздер. Егер сіз белгілі бір саламен табыс таба алмайтын болсаңыз, онда сіз сол саламен ешкімге де пайдаңызды тигізбей жатырсыз деген сөз. Ешкімге пайдаңыз жоқ. Бітті. Келесі, тек жылдам оқуын жақсартқысы келетін 3-4 сынып оқушыларына арналмаған бұл жерде. Нөлден бастап әріп танымайтын менеджерлерімізбен сөйлесесіздер, иә? Кітаптар жеке алуға бола ма, жоқ па деген мәселелер бойынша. Әріп танымайтын баладан бастап 60-70-тегі аталарға дейін оқыта аласыздар. Түсінесіздер ме? 5 түрлі аудиторияға қызмет көрсете аласыздар. Ал басқа брейн тренер деп ойбай деп шығарған кісілер тек қана бастауыш сынып оқушыларына арналған методикаларын ғана ұсынады. Келесі, тек видео сабақ алмайсыз. Видео сабақты беріп қойып, мә методикаң деп қарап отырмаймыз сізге. Аптасына 3 рет практикалық зумға келіп, дәл зум уақытында жаттығу жасап, жұмыс жасап, дәл зум уақытында сторис салып, дәл зум уақытында оқушы табасыз. 4-ші, жетекшілік форматы, бұл наставничество. Курс деп аталғанмен бұл наставничество форматында өтеді. Яғни бізде наставник пакетінде 30 орын, тренер пакетінде 10 орын бар. Ол орындар бізде сағат сайын азайып жатыр. Әрі қарай не болады? Тек методиканы алмайсыз. Мақсат қою, қорқыныштан арылу, ораторлық өнер, маркетинг, сату бойынша білім және практика аласыз. Ал бұны сізге кім береді? Бәрін бірге. Әрқайсысын жеке-жеке 200 мың, 300 мың, 400 мыңнан алып жүресіз. Оның басын бір-біріне қоса алмайсыз. Сосын не істеріңіз білмей тағы да айдалада қаласыз. Сізге сол қажет па? Әрі қарай, алғашқы 4 аптада командаға және жарнамаға шығын шығармай-ақ,
жеке және топтық курсыңызды аша аласыз. Ойлаңызшы, жарнамаға шығын шығармайсыз, командаға шығын шығармайсыз, нөлден шығарасыз да барлығын. Методикалардың артықшылығы, артық жаттығу жоқ, және жаттығулардың нәтиже беретіндей дұрыс ретпен берілуі. Жаттығу, кейбір жұмыс жасайтын жаттығулар барлық мұғалімдерде бірдей. Бірақ ол жаттығудан жай ғана мындай комплекс болса, комплекс упражнений. Бір 100 жаттығу болса да, бірақ оның дұрыс реті болмаса, одан пайда жоқ. Мұғалімдер болады да, ой, менің методикамның ішінде 1000 жаттығу бар деп айтады. 1000 жаттығудан пайда неде, егер одан нәтиже шықпаса? Әрі қарай, кері байланыстың жоғары деңгейі. Менімен 6 апта бойы және шақырылған эксперттердің әрқайсынан 1 апта бойы жеке кері байланыс аласыз. Жеке маған жазып сұрағыңызды қоя аласыз. Алдағы уақытта мен бұны жеке өткізіп отырмауым да мүмкін. Автоматизациялауым мүмкін. Мысалы, есте сақтау проектісі бізде солай. Қазір ол жерде наставник жұмыс жасайды, модератор жұмыс жасайды, сату мамандар жұмыс жасайды, бірақ мен жай ғана видео сабақтарды салып қойған бітті. Бұл да солай болып кетуі мүмкін. Ондай болмай тұрған кезде қазір үйреніп алыңыз. Әрі қарай, біздің курсымыздан өзіңіз де өтіп, нәтиже шығара аласыз. Яғни есте сақтауды 3 аптада, жылдам оқуды 3 аптада, Zoom-да наставникпен бірге үйренесіз. Өзіңіз нәтиже шығарған соң үйрету оңай болады. Яғни сізге бұл жерде мен қандай мүмкіндік беріп тұрмын? Өзіңіздің нәтижеңізді жоғарылатуға мүмкіндік беріп тұрмын. Басқа егерде мұғалімдердің брейн тренерлердің курстарына барсаңыз, сізді олар өздерінің курстарына кіргізбейді. Кітапша береді, мә осылай жұмыс жаса дейді, бітті. Рас па, өтірік па? Әрі қарай сертификат алған соң, біздің партнеріміз бола аласыз. Офлайн филиал ретінде аша аласыз, және біз сізді жарнамалайтын боламыз. Көрдіңіз ба? Біз сізді мына инстаграмымызда белгілеп қоямыз. Міне біздің Алматының осындай жерінде біздің филиалымыз бар деген сияқты. Осындай оқушымыз бар деген сияқты. Бұны біз осы жолға ғана қойып отырмыз. Осы жолға барынша көбірек адамға мүмкіндік беріп жатырмыз да, бізбен жұмыс жасауға. Әрі қарай біз оның уақытын да, мынадай орын санын да шектейтін боламыз. Масқара шектейміз. Өйткені барлық жерде көп адам болып кететін болса, бізге де тиімсіз ғой. Барлығын бірдей қалай жарнамалаймыз, иә? Енді курстың пакеттері қандай? Курстың пакеттері репетитор. Бұл жерде 5 методика, 5 кітап. Бағана сіздерге таныстырған, иә? 2 модуль кіреді, яғни 2 апта сабақ оқисыз. Арнайы платформада видеоларыңызда болады. Оның үстіне 2 ай доступ болады оларға. Сосын менімен 6 практикалық зум болады. Кәдімгі зумдар болады бұл жерде. Наставник пакетінде сіз осының барлығын аласыз, оның үстіне тағы 2 модуль аласыз. 28 видео сабақ, 4 ай доступ, менімен 6 зум, шақырылған эксперттермен 6 зум болады. Жылдам оқу курсы, есте сақтау курсына қатыса аласыз, дәл зумның уақытында. Филиалымыз ретінде ашыла аласыз әртүрлі аудандардан, иә? Онлайн немесе офлайн топ аша аласыз. Және сертификат аласыз. Бұл сертификаттың арқасында мен сіздерге айтқандай, бізбен бірге отырып жұмыс жасай аласыз. Репетитор пакетінде де сіз сертификат аласыз, бұл жерге жазбай қалыппыз. Ол жерде бізге келген оқушыларды, я жеке сабақ оқығым келеді дейтіндерді біз сізге жіберіп отырамыз. Тренер пакетінде 5 методика, 5 кітап, 6 модуль, яғни 6 апта бойы бүгін сіздерге айтылған қадамдар бойынша барлығын үйретемін. Арнайы платформада 42 видео сабақ, 6 ай доступ, менімен 9 зум, шақырылған эксперттермен зум болады, және жылдам оқу курсы, есте сақтау курсына қатысу, 12 ай доступ болады, филиалымыз ретінде ашылуға мүмкіндік бар, онлайн курсыңызды аша аласыз бұл жерде, яғни кәдімгідей платформаға өзіңіздің курсыңызды дайындап салсаңыз болады. Өз методикаңыз жасасаңыз болады. Одан кейін менімен 2 зум оның үстіне сертификат. Енді мен сіздерге қарапайым түрде айтайыншы, қазір Қазақстанда сіздер методикаларды 250 мың, 380 мың арасында ала аласыздар. Жай методиканың өзін. Маркетингтен курстар жақсылары 300 мың теңге айналасында. Ал наставничестволар
Егер де мысалы методика бойынша бір наставничество алсаңыз, ол миллион. Маркетинг бойынша наставничество алсаңыз, ол миллион. Сонда 1.600.000 теңгенің құндылығы бізде бір ғана наставник деген пакеттің ішінде. Ал тренер пакетінде тіпті одан да көп құндылық. Түсіндіңіздер ғой, иә? Осыған тренер пакеті дейді. Осыған қарамастан, дәл қазір мастер-класс уақытында орын алатын болсаңыздар, және ертең қалған төлемін жасайтын болсаңыздар, бүгін ертең біз сіздерге 50% жеңілдік береміз. Бұл 50% жеңілдік дейтін күнделікті ұсына беретін жеңілдік емес. Мен бүгін командама айттым, болды, мынадай жеңілдіктің көзін жояйық. Алатын адам ол бәрібір алады. Ал бірақ осыншама құндылықты арзанға алып мысалға алған кезде. Жоқ, олай емес. Осыншама құндылықты құнын білетін адамдарға беруіміз керек. Я платформаны өзіміз ашамыз. Арнайы платформамыз бар бізде. Сол платформаға сіздерге сабақтарға барлық сабақтарға ашып береміз. Ол жерде жылдам оқу бар, есте сақтау бар, одан кейін тренерлік бар. Яғни дәл қазір мастер-класс уақытында орын алатын болсаңыз, сіз 50% жеңілдігіңізді сақтап қала аласыз. Оның үстіне бізде бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Бізде Red бар. Одан кейін Альфа, Халық, Жусан дейтін банктармен де байланыс бар. Ендеше сіздер не істейсіздер? Сіздер дәл осы курсты 0 теңгемен бастап кете аласыздар. Сосын тағы бір нәрсе айтайыншы қазір сіздерге. Кейбір адамдарда мынадай бір түсініксіз жағдай болып жатыр, иә? Қазір өзі елдің барлығы абыр-сабыр болып жатқан кез. Осы уақытта маған білім алған қаншалықты тиімді деген сияқты сұрақ туындайды. Мен сіздерге айтайын, 100% тиімді. Өйткені қазір сіздің 100.000 теңгеңіздің құны бар да, міне, 150.000 теңгеңіздің құны бар. Ал ертең күні ақша девальвация болып жатқан кезде сіз 150.000 теңгеге ештеңе ала алмай қаласыз. 2-3 айда сіз 150.000 теңгеге дым ала алмай қалатын боласыз. Сонда сізде не ақша жоқ болады, не білім жоқ болады. Мінеки менеджерлеріміз жазып жатыр, бағалар көтеріліп жатыр. Ол тек қана мына заттарға ғана емес, ол курстарға да солай болады да. Ақша өйткені құнсызданып жатыр. Қазір сіз керісінше осы ақшаға білім алып қала аласыз. Ертең күні сіз осының арқасында тағы табыс табасыз. Көріп тұрсыз ба? 150.000-ды 1,5 миллион қылып қайтарып алуға болады өзіңізге. Ал ол 1,5 миллионның несі болады? Құны болады. Ал егер сіз қазір, ой, ақшаны сақтап қалайын деп сөйтіп ойланатын болсаңыз, онда не ақша сақталмайды, не білім болмайды сізде. Ертең күні сіз өзіңіздің айлығыңыз сол беті қалатын болса, онда ол айлығыңыз шайлығыңызға шынымен де жетпей қалады. Өйткені ақшаның құны түсіп жатыр, түсіндіріп отырмын, иә? Одан кейін кредит алу мәселесі. Кредит алудан қазіргі уақытта қорықпау керек. Неге? Өйткені сіз оны қазір алғанмен де, ертең күні сіз оны тиын тебен қылып қайтарасыз. Теңгенің құнсызданғаннан кейін, түсініп тұрсыз ба? Оның үстіне біз мынаған пайызсыз бөліп төлеу жасап қойдық. Білесіздер ме, пайызсыз бөліп төлеу жасап қою үшін біз үстінен 40.000 теңге, 50.000 теңге табыс таппай қаламыз. Яғни, мына сіздің төлегендерді, мысалы 150.000 теңгені таңдап тұрсыз ғой, ол бізге 150.000 теңге болып түспейді. Ол бізге 88.000 теңге ма, солай болып түседі, түсініп тұрсыз ба? Оны мен кеше ғана ойлап таптым, не үшін? Мұғалімдер дәл қазіргі кризис жағдайында өздеріне жаңа мамандық алып қалсын. Ертең күні ол өзінің оқушыларын да оқытып, басқа адамдардың оқушыларын да оқытып, соны еселеп қайтарып алады деген ниетпен. Енді сіздердің жеңілдікпен орын алып үлгеруге дәл қазір
49 кетіп жатыр, 6 минуттарыңыз бар. 55 кеткен кезде мен осы жерден шығамын, сол кезде сіз 50% жеңілдік ала алмайсыз. Дәл қазір орын алып қою үшін 5000 теңгемен орын алып қойсаңыз болады. Немесе егер қазір қалтамда 5000 теңге жоқ, бірақ бәрібір жазылам дейтін болсаңыз, мына курсқа орын аламын деген батырманы басып қойыңыз. Сондай жағдайда біз сізге осы жеңілдікті сақтап қоямыз. 2 күнге, бүгін ертеңге. Одан кейін бізде дүйсенбіден бастап 100% железно-бетонны деп айтайын, 100% бағалар өседі. 50% жеңілдік жойылады, 25% қана жеңілдік қалады. Ал бұл жерде бізде жоғары чек болғаннан кейін 25%-ның өзі біршама ақша. Ал енді сіздерге сұрақ. Кім бізбен қоса дамуға дайын? Кім өтірік сылтауратып жүре бермей, анау-мынау демей, өзін дамытып, дәл осы уақытта өзінің қабілеттерін жақсартып, табысын арттырып, тура өзінің табысының үстіне бірнеше есе табыс қосып, өзінің методикасының үстіне мықты методикалар қосып, басқа адамдарға пайдалырақ болғысы келеді? Кім дайын? Чатқа жазайықшы, мен дайынмын деп. Дайын адамдарды бірінші кезекте қабылдаймыз. Мен дайынмын, сіздермен жұмыс жасаймын, және де жарамын дейтін адамдар. Дәл қазір курсқа орын аламын батырмасын басамыз. Жеңілдікпен жазылып үлгеру үшін мына реквизитке 5000 теңге аударып қойсаңыз болады. Сонда сіздің орныңызды ешкім алып алмайды. Бізде наставник пакетінің өзінде 30 ғана орын, оның өзінде орында кетіп жатыр. Біз осы жақында ғана осылай мастер-класстарға шығып жатырмыз. Мен дайынмын дейді Айгүл ханым. Керемет Айгүл ханым, сізді курста күтем, бірге жарайық. Осы қазір сенбей отырған адамдар сол кезде білмеймін, өкінетін болатын сияқты. Той осы кезде алып алу керек еді деп. Кейін бізде мен 100% айтам, бұл курстар мына тұрған бағалары емес, одан бізде тіпті жоғары бағада сатылатын болады. Өйткені нәтижеге мен фокусты мықты қоятын адаммын. Қай курсым болмасын, мен бірінші кезекте нәтижеге назар аударам. Каспиймен бар. Каспий нөмірі мына тұрған нөмір. Оның үстіне Каспиймен бізде бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Халықпен бөліп төлеу мүмкіндігі, Альфа банкпен, Жусан банкпен. Мінеге Каспийдің нөмірі осы. Каспийге осы жерге осы нөмірге төлем аударып, одан кейін курсқа орын аламын деген. Иін, я? Иін дейсіз ба? Қазір иінді мен сұрайын, я? Сіз онда курсқа орын аламын дегенге басып қойыңызшы дәл қазір. Курсқа орын аламын деп басып қойыңыз, сол кезде сізге иін жіберетін боламыз. Бізде сонымен 2 ғана минут қалды. 2 минутта осы біздің жаңа 5 методиканы алып, оның үстіне сол 5 методикамен табысыңызды 5 есеге арттыратын Brain тренер курсымызға 50% жеңілдікпен жазылудың мүмкіндігінің аяқталуына 2 ғана минут қалды. Орын аламын дегенге басып, тез арада жазып қойыңыздар. Кімге ең керек деген сияқты, я? Жазып қойыңыздар. Кімге ең керек емес, бір дегенде дәл қазір төлемдеріңізді аударып қойыңыздар. Сондай жағдайда орындарыңызды ешкімге бермейміз. Бұл бізде наставничество болғаннан кейін біз көп адам алмаймыз. Ал қазір мен тексеріп жүрейін, бізге бүгінге заявка қалдырған қанша адам бар екен жалпы. Так. Бізге бүгінгі нөмір қалдырған 560 адам бар екен. Кеше бізде 360 адам болып тұрды. Бүгін 560 адам. 200 адам бар. 200 адамға хабарласатын 20 менеджер бар. Сондықтан да не істейміз? 600-дей. Сондықтан да дәл қазір орындарымызды алып қоямыз. Біздің менеджерлер жаманды жанып отыр. Тура сіздерге осы өнімді таныстырып түсіндіруге. Сондықтан да сіздер не істемеңіздер? Ой, ертең алам, бүгін алам деген сияқты жүріп қалмаңыздар. Бізде 30 адам толды ма, топты жабамызда қоямыз. 2-3 күнде толатын түрі бар осы түрімен. Одан кейін болды. Мен толықтай курстың мына материалдарын жаңартумен, тағы да үстіне материал қосумен, ізденумен айналысатын болам.
Сондықтан мындай ой бөй деп отырмаңыздар кішкентай бала сияқты. Кімге қажет курсқа орын аламын деп басамыз, мына жерге реквизитке төлем аударамыз, бітті. Сонымен бәріміз нәтижеге жетеміз. Білесіздер ме, сіздерді нәтижеге жеткізу маған неге тиімді? Өйткені әрі қарай да мен өзімнің осы өнімімді басқа адамдарға ұсына алатын боламын. Ал егер мен бір-ақ рет нәтиже шығара алмай қалсам, онда болды, келесі жолы ешкім ала алмай қалады. Келесі жолы ешкім алмайтын болады менің өнімімді. Ендеше бұл маған 100% тиімсіз. Бір-ақ реттік емес, ұзаққа жұмыс жасайтын адаммын. Сондықтан ойланып отыра бермей, шешімдеріңізді қабылдаңыздар. Дәл қазір төлем аударып, 5000 теңге болмай жатса, басқа кез келген сома жібере беріңіздер, нақты сенімдімін десеңіздер, 1-2 күнде шешімін табатынға. Ондай болса, сөйтіп төлемдеріңізді жібере беріңіздер, курсқа орын аламын деген басып қойыңыздар, бітті. Бірге Қазақстан нарығын жарайық. Сау болыңыздар.